спикеріміз Абылай Нұрдәулет Досжанұлы, Modern Teachers Академик орталығының директоры. Нұрдәулет мырзаның айтатын айттары ол тәрбиелеу мен тіл беру мен тәрбиені ұштастыра отырып, оның ішінде сынып жетекшінің рөлі, сынып жетекшілік ету, тәрбие жұмысын жүргізу барысында қандай жолдарды қарастыру керек, неге басымдық беру керек. Осы бойынша бізге Нұрдәулет мырза өзінің пікірін айтатын болады. Даусым жете ма баршаңызға? Қайырлы күн әріптестер, есім Нұрдәулет Досжанұлы. Осы қалаға, Қарағанды қаласына, Қостанай қаласынан 2018 жылы жас маман болып келген болатынмын. 2018-ден бастап мұрагер мамандандырылған мектеп-интернатында математика пәнінен сабақ бердім, сынып жетекші болдым. Биылдан бастап қаламызда Modern Teachers Academy деген орталық бар, заманауи мұғалімдер академиясы деп аталады. Сол орталықтың жауаптысымын. Немен айналысып жатырмыз? Болашақ мұғалім болатын студенттерімізді жан-жақты дамытумен, ағылшын тілін оқытумен, семинар, тренингтер өтумен айналысып жатырмыз. Осыған қалай келдім? Мектепте қандай қызықтар болды, қандай проблемалар болды, сонымен бөлісетін боламын. Назарларыңыз экранға. Бұлай болды. Оқиға болды. Әрбір мектепте біз қазір күшті керемет айтамыз, тәрбие процесіне көңіл бөлуіміз керек. Тәрбие болмаса ол адамзаттың қас жауы өте керемет сөздер бар руханиятқа байланысты, бірақ іске келгенде инструкциялар жеткіліксізді. Қалай бағыт көрсетуге болады? Мен жас маман болған кезде бұл қателік болмады, бұл проблема болды. Тәрбие сағаттары дұрыс жүруі проблема болды. Апта сайын тәрбие сағатын жүргізуіміз қажет. Тақырыптар берілген, бірақ сен бір өтесің, сен екі өтесің, сен сынып жетекшісің, сенің пәнің бар, завуштардың тапсырмалары бар. Ғылыми жоба, олимпиада дайындап, онда сен тәрбие процесі қайда қалады? Ол мына жақта қалып кетеді да. Соны дұрыс жүйелеу керек болды. Бұл проблеманы шешу керек болды. Қалай шештік? Тақырыпты алып қой, арта, назар. Бір құндылық, бір сынып, бір мектеп. Сыныптың әрекеті ол мектепке әсер етті. Мектеп қазір осы құндылықпен алға қарай жылжып келе жатыр. Қазір келесі страницаны ашайық. Тағы да. Сыныптағы мен келген кездегі проблема мынау болды. Сыныпта қыздар, ұлдар оқиды. Қыздар бөлек әлем, ұлдар бөлек әлем. Мұрагер интернат болғаннан кейін интернаттықтарды бөлек, городтар бөлек өмір сүреді. Бір-бірімен араласу қиын да. Мен келген кезде сынып 7-ші сынып болды. Кіші сыныпта энергия оқып, қайта-қайта төбелесе береді. Күнде кешкісін интернатқа бару керек болды. Төбелес болады, соны шешу керек. Интернаттың заведующий қайта-қайта маған ұрсады. Интернатта төбелес маған, мен кінәлі мына жақта жатыр. Содан мектепте тәрбие процесі жүйелеу керек болды. Содан ең бірінші не істеу керек болды? Апта сайынғы өтетін тәрбие сағатын дұрыстап өту керек болды. Қалай болып жатты біздің жағдайда? Бір рет өтесің, екі рет өтесің, сосын баланы шақырып аласың да, бүгінгі тәрбие сағатын тақырып осындай, кәдімгі осы жайлы бір-екі сөз айтып жібереді. Келесі апта солай, келесі бала айтады да, одан бала өзгермейді ғой. Содан біз мынандай процеске көштік. Келесі, мына бір кітапты оқыдым. Бұл алтын ұрпақ деп аталады, оқысуға кеңес беремін. Бұл осыған сай, әрбір сыныптың өзінің есімі бар. 11А, 11Б, 7А деген сияқты. Одан бөлек екінші есім беріп көрейік деп ойладым. Команда болу үшін сыныптың алтын ұрпақ деп ат бердік. Ағылшыннан аударғанда Golden Generation деп аталады. Содан біз әрбір балаға киім тіктірдік мына жерге. Киімде мына жақта Golden Generation деп жазылып тұрады. Ана киімді кигенде балалардың жүрісін көрсең, коридорда ерекше жүреді екен, бүкіл басқа киіммен, мынау басқа киіммен жүреді ғой. Содан бұлай походкасы өзгерді, сыныптың бірлігі арта бастады. Содан кейін әрбір іс-шара өткен кезде, давай біздің өзіміздің әніміз болсын. Бір іс-шара жасаймыз, отырып хормен соны бірге айтамыз. Тәрбие процесі бірліктен басталып келе жатыр да осылай. Өйткені жік-жік болып бөлініп жүр балалар. Қыздар өзі бөлек әлем. Қыздар табиғатында бар мана екшеу болып араласады өзі. Солай ма? Оны шеше алмай қойды ол проблеманы. Оны ажыратып, мына қыздармен де аралассамдашы десем, араласады да ана қыздан бөлініп кетеді сосын ол. Олдарда мен өзім ағай болғаннан кейін проблема болмады. Ішінде секреттерін айта береді, оңай. Олдарда проблема сол, бір-екі төбелеседі де шешіліп кетеді проблема. Қыздар
деген ренжісіп, ол кәдімгідей бәрімен араласпай қояды ғой. Сөйтіп, оны да шешу керек болды да. Сол процесте біз ұйымдастырып жатқан инструкциялар көрсетіп жатырмын да, кеңес ретінде қолдансаңыздар болады. Кітап оқуды енгіздік, әдеби кітаптар, мотивациялық кітаптар, келесін аштан следующий ма. Тәрбие жұмыстары, қазір тоже айтамын осыны, жаңа айтып келе жатыр, одан кейін іс-шаралар. Осы мәселе, осыларды жасасаңыз, сыныптың бірлігі өте жақсы деңгейге көтеріледі. Келесі, следующий. Это мой класс. Это я. Балаларымыз біздің бірдей формада киініп фотоға түскенбіз. Как? Обраял писали? Обраял сайын балаларым түседі олай. Саған ұқсап та? Не, назад. Потом открыли Instagram аккаунт свой. А почему открыли? Қазір винетка деген бар ғой, 11 сыныпта. Сол сияқты заманауи винетка болсын деп, всегда қызықты оқиғаларымызды осы Instagramға салайық деп аштық. Бұл 5 жыл болды, әлі де салып келе жатырмыз. Балалар қазір оқу бітіріп университеттерге түскен, және осы аккаунтта әлі де салып отырамыз. Ертең үйленсе де, университетте мықты жетістікке жетсе де, мынау центр сечения дей ма? Осы жерден қарап отырамыз барлығын. Есімді әлі күшті. Алтын ұрпақ деп ат бергенбіз, мынау менің балаларым пикникке шыққандағы фотосы, мен де көп фото, видеомен көрсетеді. Диплом алып жатыр. Енді тәрбие процесіне келейік. Каждый апта тәрбие өте беру қиын болды сағат. Сосын біз ағайлармен жиналдық. Давай біз мынау құндылықтарға негізделген мектептен кітап бар. Қазір қадам деп аталады бұл кітап. Алсаңыздар мына кітапты. Бүкіл тәрбие сағаттары, тақырыптары, іс-шаралары, оқиғалары барлығы жазылған екен ішінде. Давай осы кітапты сатып алайық. Сатып алдық та, сосын тақырыптарды ағайлармен бөлісіп алдық. Талғат ағай айтты, мен жауапкершілік тақырыбын аламын да, жақсылап презентация дайындап, видеолар қосам, сосын бүкіл сынып жетекшілер жинап алып, осылай тренинг форматында тәрбие сағатын өткіземін деді. Одан кейін келесі аптада мен аламын да табандылықты көрсетемін. Сол презентацияны дайын алып барып, мұғалім просто балаларына көрсете салады. Сонда сіз бір жылдың ішінде бір-ақ тақырыпқа дайындаласыз да. Әр мұғалім солай дайындалады. Оның мұғалім де өзін дамытады, коучерлік жағынан дамытады, ізденеді деген сияқты. Сөйтіп бір жылдың сапалы тәрбие сағаттары дайын болды. Балалар жүйелі түрде дами бастады. 3 ай каникулға кеткенде бәрі қайттан басы толады, айны қайттан келеді. Сізден қайттан бастайтын адам деген сол ғой енді. Тәрбие солай жүре береді. Бірақ біз сынып жетекшілерден едәуір жауапкершіліктерді төмендете алдық осылай. Жұмысы жеңілдей алды, сабағына көңіл бөле алды, балалар жақындай алды, қыздар да жаңағыдай секреттермен бөлісе бастады жаңа. Оқушыларымыз да жақын болды. Мынаны қолдансаңыздар өте жақсы эксперимент. Келесі, содан кейін әрбір этаппен даму керек қой. 7-ші сыныпта қандай тақырыптарды өтеміз, 8-де қандай, 9, 10, 11-де. Мынау адамның даму процесінде өзінің құндылықтарының реті бар да, соны құрдық. Сол бойынша презентациялар жасауға тырыстық. Фотоға түсіріп алсаңыздар, келесіздер. Мынау осы мұғалімдерге арналған нұсқаулық. Жас маман болып келген кезде оған инструкция керек, оған жоспары керек, мына миындағының бәрін қағазға түсіру керек. Ал мына кітап соны дайындап қойыпты. Әр 7-ші сыныпта сен бала жайлы не білу керексің? Мысалы, денсаулық жайлы білу керек. 8-ші сыныпта пәндер, қай пәндерден әлсіз мықты. 9-ші сыныпта мамандық таңдау. 10-да жоғары оқу орны, ОБТ, IELTS, 11-де уже шетелге түсу деген сияқты бәрін сіз болғанда. Осымен жүріп отырса, жеңіл болады екен. Мына кітапты сатып алсаңыздар болады. Келесі этап тәрбие процесіне өте жақсы әсер етеді. Ол балалармен саяхат жасау екен. Басқа қалаға шығу. Келесі фотоны ашайық. Мына жерде менің оқушыларым 10-ші сыныпта Алматы қаласына бардық. Алматы қаласына белді мықты университеттер бар. Ол жақта жаңа Килмер, Демонфорд, СД университетіне кірдік. Кіргеннен кейін 11-ші сыныпта балаға ОБТ-ға дайындал деп айтудың қажеті жоқ. Университетті көреді, профессорды көреді, сөйлескеннен кейін бала өз-ақ дайындалады. Сол университетке түскісі келеді себебі. Сапарда жүрген кезде, пойызда бірге отырған кезде балалардың ішіндегін айтқан көзден жаңа айтады ма? Секреттермен бөліседі жаңа. Ағай мен ата-анамен проблемасын айта бастайды, бұлай менде болып жатыр, енді мен қалай жұмыс жасаймын деген сияқты қалай дайындаламын, балаға деген жақындық пайда болады. Өте жақсы әсер етеді саяхат. Келесі. Это Астана уже. Тут
Астана IT. И жыл сайын Астана Қарағандыға жақын ғой. Мынау бүгін International Education Fair деген бар. Әлемдік университеттер Астанаға жиналады. Сол кезде балаларыңызды апара қойыңыз. Сол жерде шетелдік университеттермен танысатын болады. Документтер, қандай құжаттар керек екенін сұрайтын болады. Сөйтіп дайындалады. Астанада университеттер, топ университеттер өте көп, 2 сағаттық жол. Бір газель жалдай салсаңыз, 40 мың теңгеге апарып алып келеді мысалы. Өте жақсы. Тәрбие сағатын айттық, саяхатты айттық. Енді үшіншісі ол ата-ана. Ата-ана сіздің жағыңызда болса, любой проблеманы шешіп тастауға болады. Енді мектептің заңы бойынша ата-анадан ақша жинауға болмайды. Бірақ біз жинадық дейсің. Ол енді балалардың бір іс-шара жасауға ғой енді. Өзіңе жинадық. Жаңа оны біз былай жасадық. Ата-ана, құрметті ата-ана, 25 оқушы болса 1000 теңгеден айына бір фонд создавать етейік. Соған салып отырсаңыздар, ай сайын мен жаңағы Астанаға барып келіп жатырмыз, музейлерге барып келіп соған жұмсаймын, отчетын беріп отырамын дедім да. Бұл балалардың тәрбиесіне әсер етеді дедім. Ата-аналар көнді. Все, бұл жіберіп отыр. Атқа, назар. Мынау фотолар бізде балалардың үйіне қонаққа барғанбыз. Оказывается, мынандай нәрсе бар екен. Әрбір үйде баланың сабақ оқитын орны болу қажет екен. Солай ма не? Сондай орны бар екен. Соны көру мақсатында біз ата-аналарға қонаққа бардық балалармен. Қонаққа бардық, апай ата-анаға айтамыз, шай, тамақ қажет жоқ, десек те ет асып қояды олар жақсылап. Соңғы етін жейсін жаңа, әңгіме айтасың, туысқан дәрежесіне шығасың да. Сонда балалармен барған кезде балалар тілек айтып үйренеді сол жерде дастархан үстінде. Басында қиналады. Сосын уже профессионал болып кетеді оларда, тілек дайындалып келеді ғой. Сен тілек айтасың, дайындалып келеді. Ата-анаға бала тілек айтқан кезде, домбыра тартатыны, домбыра ойнаған кезде сынады ата-ана. Все, любой каприз, қанша ақша керек. Сосын балалармен барып, бір-біріне бауырмашылдық арта бастады, сынып уже біріге бастады. 15 бала болып барамыз ол жаңа келіп кезде. Сияма қанша бала сияды деп сұрайсың, қанша бала келді. Следующий. Осылай, туған күндеріне барамыз, бір мероприятие болған кезде барамыз, можно. Еще следующий. Енді ең қатты жақсы балалардың бірлігіне әсер еткен қандай әлеуметтік шаралар болады, соны көрсетейін. Следующий. Это КВМ жайдарман можно устроить. Мектеп сыныптардың арасында жайдарман ұйымдастыру болады, мынау содан фотолар. Следующий. День рождения, туған күндер, бізде туған күннен артық нәрсе жоқ, дастарханда көп нәрсе жоқ. Мынау жаңа жыл балалармен. Мынау кітап семинарлар, кітаптан жеңгендерге жаңағы меломеннан не бердік, сертификаттар бердік. Там 25 баланың екеуіне сертификат бересің, зато 25-те кітап оқиды да. Өте ұтымды процесс. Сен екеуі жеңімпаз болғанмен, сенде ұттың 25-те кітап оқығаны. Келесі нәрсе ол концерт құрастыру болды. Мен өзім жас маман болып келдім. Мен ешқандай өнерім жоқ, ұйымдастыру қабілет болмады, енді қалай ұйымдастыру керек концертті. Жақтан іздей бастадық, сосын жаңадан концерттің атын көңіл ақ деп қойдық. Мына сосын концертке, қайырымдылық концерт жасап, түскен ақшаны береміз қайырымдылыққа деп. Әрбір кино шығар кезде біз тизер трейлер шығады ғой киноның. Сондай трейлер жасадық. Мына студия қандай студия? Марвелдің киноларын көргендеріңіз бар болуы мүмкін. И біз трейлер жасайық дедік те, келесі трейлер жасап шықтық. Следующий видео. И звук. Что-то звук. Қазір трейлер көрсетем. Бұл трейлерді көрген кезде көп ата-аналар келеді, балалар келеді. Кәсіпкерлер де келуі мүмкін. Сөйтіп балалардың өнерін көреді. Была идея. Собрать в один класс группу необычных учеников, чтобы вместе мы стали чем-то большим. И когда понадобится, могли выступить там, Где другие бессильны.
близких к проблемам. Қыс кезінде болған, қыс кезінде обычно білесіздер ғой, мектептер жабылып қала береді, қатты аяз болған кезде. Бірақ шүкір бұл уақытта жабылмады, сөйтіп концертімізді қойдық. Концерттің нәтижесі супер болды. Өйткені концертке бір ай дайындаласың, балалармен бірге жүресің, балалар жақсы араласады да, нәтижесі былай болды. Тоже видео может. Бірге қуанатын Нұрдәулет ағайлар бар. Жаңа сізге үлкен алғысын білдіремін. Мына балаларыңызды тек оқушы ғана емес, сіз бұл балалардың жүрегіңізден бір отбасылық тәрбиелеуге балаларыңыздар қарайсыз. Туған өнімдеріңізді қарындастарыңызға қарайсыз. Тәрбие, көңілап концертінен кейін мен дұрыс жолды таңдаған түсіндім да. Мұғалімдікті дұрыс таңдаған түсіндім. Балаларды құшақтағаннан кейін, тәрбие процесі ретке келіп жатқаннан кейін, осы мен жолым деп өзім нақты шешім қабылдадым. Жарайсың. Сәттен кейін арада карантин болды, бір жыл оқи алмады, 10-шы класс болды, келді. Сенің классың көтеріліп баратқаннан кейін, басқа класста көтергісі келеді ғой, параллель класста, давайте бізден бірдеңе істейік, көтеріп барады ғой деп. Содан олар да біз бірге істейікші деп сынып жетекші келді. Онда жақсы бірігіп, екі сыныпты біріктіріп, көңілап концертінің екінші бөлім берейік. Мынау югта ДДЮ бар, балалар сарайы бар, 600 адамдық орны бар, қайырымдылық іс-шарасын өткізіп, сол жерде бердік. Мынау сол көңілаптың тизері. Может, мультфильм білетін жарысыздар. 10 Б. Нұрдәулет ағай. Мадияр ағай. Когда-то давно эти два класса жили в мире. Но все изменилось, когда ужасная эпидемия настигла страну. Только Конрад властелин настроения мог подарить незабываемое впечатление. Но когда мы нуждались в нем больше всего, он исчез. Прошло 2 с лишним лет, и кураторы школы решили вернуть былое расположение духа нашей школы. И хотя подготовка занимала много времени и энергии, мы хотим показать вам, что объединившись, мы можем достичь небывалых высот и устроить шоу. Конрад, легенда о 2 классах, автор идей Нұрдәулет Досжанов и Мадияр Миксов. Бұл қай мультфильмдікі? Аватар. Аватар Анг деген мультфильм трейлерді алдық та, сөздерін өзгертіп, жасап шықтық. Міне, мынау 2 сынып бірге болған, өте күшті өтті концерт. 2 сынып, бір сынып қана емес, 2 сыныпта бір-біріне жақсы араласып кетті. Білесіз ғой, одан кейін жылау болады. Подарка істеді концерттен кейін. Сыныпқа келген кезде ер мұғалімнің қыздардың кейбір нәрселерін білмейтін мәселелер болады. Түсіне алмайтын нәрселер болады. Сол үшін мен көрші сыныпта апай мұғалімді шақыртып, маған көмекші болуын сұрадым. Қыздардың не проблемасы болып жатыр, қалай шеше аламыз? 9-шы классқа дейін мен шеше алдым, апай бірге жұмыс жасадық, қыз балаларды жетілдіруді солай дұрыс бағытта қойдық. 5 жыл өтті арада, сыныбымыз 11-ші сыныпқа келді, оқу университетке түсті. Мынау нәтижелері 25 баланың мына жерде 6-ауы шетелге түсті, шүкір. Келесі, следующий. IELTS тапсырды. Мен сендім, бұған дейін сенбейтін едім, мектепте IELTS тапсыруға болатынына. Оказывается, ол да мүмкін екен. И следующий. Өзім жас маман болып келген кезде мен осы сыныптан көп мұғалім шығарам деген ниетім болды.
Шүкір, 25-9 мұғалім болды. IT-ға, бизнес құқығы, дәрігер және дизайн мамандықтарына Қазақстан түкпір-түкпіріне осылай қойылды. Мына менің сыныбым жаңағы фотосы 8-ші класс кезде түскен, следующий, ана 11-ші класс кезде түскен. Тура солай расстановкада, как обратно. Мына уже аттестат алу рәсімі 11-де, давай ерекшелік өткізейік университеттен кейін мантиямен. Сезінсін, басында қарсы болды, бұл университет емес қой, анау бірақ келгеннен кейін уже басқа сезім болды. Күшті бір мені кәдімгі универден диплом алғандай болды. Следующий, мынау последний видео. Қазір академиядамыз Юкта орналасқан Қарағанды университетінің жанында. Келіп таныссаңыздар болады. Осы Қарағанды өлкесінің болашақ ұстаздары, сіздердің мектептеріңізге баратын ұстаздарды барынша жетілдіруге тырысып жатырмыз. Келіп бізге қонақ болыңыздар, мықты мұғалімдерді бірге шығарайық.